Сәлем қыздар, бүгін біз творожный пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, шекер, жұмыртқа, қаймағы қажет. 350 грамм ұнымызға үй температурасында тұрған 200 грамм сары майымызды салып, ұсақтаймыз. Біркелкі етіп, міне осындай ұсақталу керек. Және де оның үстіне разрыхлителіміз қосамыз 10 грамм. 60 грамм шекерімізді қосамыз. Ұнтақпен араластырып аламыз. 2 ас қасық қаймағымызды және де жұмыртқамызды қосып, өте нәзік тесто дайындайтын боламыз. Міне осындай нәзік, жұмсақ тесто дайын болу керек. Артық ұн қоспаймыз, себебі артық ұн тестомызды қатты қылады. Осылайша полиэтилен пакетіне салып, 1 сағатқа тоңазытуға саламыз. Осы арада біз салмасын дайындаймыз. 400 грамм творогымыз, 160 грамм шекеріміз, 2 жұмыртқа және де 150 грамм қаймағымызды қосып, блендердің көмегімен езіп шығамыз. Біркелкі масса дайын болу керек. Міне осындай түйдегі жоқ түйіні біркелкі масса дайын болу керек бізде. Енді кезекте формамызды дайындаймыз. 24 диаметрлік форманың асты ашылады. Және де асты ашылғандықтан біз тек қана астына пергамент қағазын төсейміз. Осылайша мен домалақ етіп кесіп аламын пергаментті. Және де тоңазытуға тұрған қамырымызды алып, егер қолдарыңызға жабысып жатса, ұнның сәл ғана көмегімен қолымызды ұнға малып отырып, осылай жан-жағын көтеріп, біркелкі етіп жайып аламыз қамырымызды. Міне осындай қамырымызды жайып шығамыз. Және де вилканың көмегімен тесіп аламыз. Ортасына дайындалған салмамызды саламыз. Және де өз қалауларыңызбен бетін жидектермен сәндесеңіздер болады. Менде бүгін смородина, шиемен сәндеуге болады, малинамен сәндеуге болады. Міне. Осындай замороженный смородина салып шығамыз. 170 градуста 45 минутта пісіреміз. Дайын болған пирогымызды шығарып, жақсылап суытып, қант ұнтағымен сеуіп, сәндеп ұсынамыз. Ыстық кезінде кеспейміз пирогты. Өте нәзік пирог болып шығады бізде. Сіздермен бірге болған бүгін Жадия кондитерлік орталығы. Ас болсын қыздар.